Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге корей халқына өте танымал, қамыры үлпілдек, өте жұп-жұмсақ болып келетін және де салмасы ерекше дәмді болып келетін пигюдидің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, рецепт ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Олай болса, пигюдиімізді жасауға кірісейік. Ең алдымен аппара дайындаймыз. Жылы суға қант пен ашытқыны саламыз және де барлық өлшеп алған ұннан 400 грамын салып жақсылап араластырамыз және де бетін жауып аппарамыз көтерілгенше жылы жерге қойып қоямыз. Қалған ұнымыздың үстінен тұзымызды салып араластырып қоямыз. Аппарамыз көтерілгеннен кейін ұнымыздың үстінен құйып қамырымызды илейміз. Қамырымыз жұмсақ әрі әдемі болып илену үшін 2 ас қасық сұйық май құямыз. Июі қанғанша жақсылап илейміз. Бетін жауып жылы жерге 2 есе көтерілгенше қойып қоямыз. Ендігі кезекте салмасын дайындауға кірісеміз. 500 грамм фарштың үстінен ұсақтап туралған пияз бен сарымсақты және де капустаны саламыз. 2 ас қасық соя тұздығын құямыз. Дәміне қарай қара бұршымызды саламыз және де тұзымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Мінекей біздің қамырымыз көтерілді. Енді осы қамырды 80 граммнан бөліп шығамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қатты жұқа қылмай дөңгелек етіп жайып шығамыз. Содан кейін 1,5 ас қасықтан салмасын салып, қамырымыздың басын біріктіре отырып, осылай түйіп шығамыз. Мінекей пигюдилеріміз осындай әдемі болып шығады. Мантаваргаға араларын алшақ-алшақ қылып орналастырамыз. Себебі піскеннен кейін бұлар үлкейіп бір-біріне жабысып қалатын болады. Сол үшін араларын алшақ қылып орналастырамыз. Суымыз қайнағаннан кейін пигюдилерімізді үстіне қойып 45-50 минут пісіріп аламыз. Пісіп шыққан пигюдилерімізді осындай сәбіз салатымен, кетчуп майонезбен ұсынсаңыздар өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, мінсіз әрі өте дәмді болып шығады.